А. А нұсқасы. Нақты ма? 100%. Айттым ғой. Рахмет. Ал бұл біздің алаяқтық схемаларымыздың тағы бірі. Шынымды айтсам, схема өте қарапайым. Сәлеметсіз бе? Жағдайыңыз қалай? Бәрі оңай әрі қарапайым. Байқаулар, ұтыстар, қандай да бір сұрақтарға жауап беру, сауалнамаларды толтыру керек. Және күтпеген жерден сен ірі соманы ұтып аласың. Білесіз бе? Бұл осы күнге дейін жұмыс істейді. Сіз байқауға, сауалнамаға қысқасы маңызды емес қатыстыңыз. Және басты жүлде иегері атандыңыз. Қызығарлықтай естіледі, келісесіз бе? Шынымен бе? Сол сәтте сізге кім қоңырау шалатыны, кім жазатыны, кімнің не айтатыны маңызды емес. Өйткені сіз осындай үлкен соманы ұтып алғаныңызға қуанасыз. Және бұл іс жүзінде біз үшін жақсы. Себебі сіз қырағылығыңыздан айырыласыз. Бұл аталған схеманың соңғы сатысы. Біз SMS жібереміз. Хабарламада ақшалай сыйақы алу үшін алымды немесе салықты төлеу керек екенін жазамыз. Бірақ бұл оны абыржытпайды. Өйткені ол жақын арада бас жүлдесін алып кететініне сенімді. Сол үшін бізге өз ақшасын жібереді. Ал одан кейін әдеттегідей біз құрбанымызды бұғаттап, ол туралы ұмытамыз. Ал құрбанымыз ақшасын жоғалтып бір жерде жылап отырған шығар. Ал менің жігіттерім жаңа құрбан іздеуді жалғастырады. Ол сауалнаманы толтырады, конкурсқа қатысады. Ең қызығы, ол жерде мектептегі балаларға арналған болмайтын сұрақтар. Ал адамдар болса осы күнге дейін соған сеніп, ұтамыз деп ойлайды. Оңай ақша болмайды.